Яссауи жайлы қиссалар кітабынан 5-ші бөлім. Хикмет сандығы. Бір күні хақ сыпырасы жайылған соң, әдеттегідей сұхбат басталды. Яссауи баба көңілдегі хикмет сандығы жайлы айтып отырды. Бір шәкірті: "Тақсыр, хикмет сандығын қайдан табамыз?" деді. "Жүректің махаббат құжырасынан." "Махаббат құжырасы қандай хикметпен зейнеттелген?" Алла жүректің ішіне құлшылықтың 4 дариясы мен калима тайба ағашының көшетін жасырған. Ағаштың сансыз бұтағында «Ла илаха иллалла» деген жазу бар. Оның бір тамыры ықыластан, бір тамыры иманнан, бір тамыры табандылықтан нәр алады. Діңгегі шариғат, бұтақтары тариқаттан жаралған. Момындар зікір алғасында калиманы көп айтса, бәйтеректің бұтағы бір жарады. Жапырағы жайқалады. Жұпар иісті гүл шашады. Періштелер иісінен мас болып, бұл халге жеткен мұсылман бос сөзбен, артық әңгімеден тыйылады. Бауырлар, естеріңде болсын, егер пенденің тілі мен жүрегі қатар сөйлесе, былыққа белшеден батады. Жүрегі сөйлеп, тілін тыйса, басы бәлеген шатылудан аман қалады. Тілі мен жүрегін үнсіздікке бірдей баулыса, көкірегі інжі маржанның қоймасын айналады. Момындар зікірден ғапыл қалғанда, жүректегі бәйтерек сола бастайды. Қураған ағашқа шайтан ұя салады. Ол кезде пенденің сырты сопы, іші сом болады. Сұлу көрсе сұқтанады, құлшылық етсе бұлданады. Нәпсісіне құл болады, ар иманы тұл болады. Бірақ мейірімді Алла сонда да жүректерге күн сайын 1000 мәрте назар салады. Көңілдегі калима ағашы гүлдесе, Тәңірі риза болады. Тамыры қуарып, жапырағы солса, қаһарланады, деді Яссауи баба. "Тақсыр, көңілдегі 4 дарияның жайын баян етсеңіз", деді және біреуі. "Көңілдегі ғибадаттың 4 түрлі дариясы ағып жатыр. Бірі тәуекел, бірі ойқұмарлық, бірі тақуалық, бірі зікір дариясы. Алланың дидарына ұмтылғандар осыларды кешіп өтіп, ғашықтық шарабын ішсе, шариғат төсегіне отырса, тариқат жастығын жастанса, мағрифат гүлін иіскесе, махаббаттың тандырына күйіп жанса, оған көп ұзамай Тәңірдің сүйіншісі хабар жетеді."